Сіздермен бірге бүгін біз келесі бір физика пәнінен нұсқа талдауымызды, яғни есептерін шығаратын боламыз. Ал ендеше көп сөзбай бастайық. Ең алғашқы біздің есебіміз осындай екен. Так, қазір қаламды алып алайын. Дененің массасы өзгермей жылдамдығы 2 есе артса, оның кинетикалық энергиясы. Енді кинетикалық энергия формуласын бәріміз білеміз, оп-оңай E тең mv квадрат бөлінген 2. Осы кезде бізде жылдамдығы 2 есе артса, демек бұл жерде 4 есе артады. 4 квадрат, өйткені квадратталады ғой 2. Сол кезде оның кинетикалық энергиясы 4 есе артатын болады, яғни Б жауабы. Келесі есеп. 8 Ом және 12 Ом екі тізбекте жалғанған резисторлардың толық кедергісі қаншаға тең? Енді тізбекте жалғанған кезде біз бәріміз білеміз, R-лар просто қосылады. R1, R2 плюс сөйтіп шексіздікке дейін кете береді. Демек, R жалпы тең болады 8 12 тең 20 Ом. Ол бізде Т жауабы. Келесі есеп. Су 20 градус температурада және қалыпты қысымда қандай агрегаттық күйде болады? Енді біз 100 градуста қайнайтынын білеміз, және 100 градуста қайнағаннан кейін бізде су бу болып кетеді. Яғни газ тәріздес болады ғой, сондықтан бізде бұл жерде газ тәріздес жауабы болады. С жауабы. Газ қоршаған ортамен толық алмаспай сығылған кезде оның ішкі энергиясы қалай өзгереді? Енді бізде ішкі энергия, енді жылу алмаспай деп тұрады, демек Т жоқ бұл жерде. Онда жұмысымыз бізде тең болады А тең q-ға ма? Немесе миорта болмайды, q болады. Жылу алмаспай сығылған кезде, яғни ішіндегі молекулалар сығылған кезде жылдамдық артады ғой. Жылдамдық артатын болса, онда бізде сәйкесінше ішкі энергиясы да артатын болады. Келесі заттың меншікті балқу жылуы дегеніміз не? 1 кг заты 1 градусқа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері дейді. Бұл емес, балқу жылуы деп тұр. 1 кг затты суытқанда бөлінетін жылу мөлшері 1 кг затты балқу үшін, балқу үшін қажет жылу мөлшері. С жауабы. Келесі, қай жағдайда магнит өршінде қозғалатын зарядқа әсер ететін лоренц күші максималды болады? F тең Q P синус альфа. Заряд магнит өрісінің сызықтарына параллель қозғалған. Так, параллель ол 180 градус, осылай. Ал синус 180-де бізде 0-ге тең емес пе? Синус 180-де 0-ге тең емес. Ал заряд магнит өрісінің сызықтарына перпендикуляр болған кезде демек 90 градус, 90 градус болса, 90 градуста синус 1-ге тең, демек осы Б жауабы болады. Оған қарастырып керегі жоқ. Егер математикалық монолиттің ұзындығы 4 есе қысқарса, оның тербеліс периоды қалай өзгереді? Математикалық монолиттің бізде формуласы Т тең 2π, Т арасында L бөлінген G еді. Егер ұзындығы 4 есе қысқарса деп тұр, сонда Т тең 2π арасында L бөлінген 4G. Тең болады 2π, мұнда 4-ті, 1 бөлінген 4-ті шығарып жіберсек, түбірін ол 1 бөлінген 2 болып шығады. Демек бізден L мен Т бізде тура пропорционал болғандықтан, егер L 2 есе кеміп тұрса, мына жағдайда, онда бізде Т да 2 есе кемейтін болады. Анықтар С жауабы. Келесі есеп, бізде массалар 3 кг және 6 кг болатын екі дене жеңіл жіппен байланған. Және 17 ньютон күштің әсерінен горизонталь бетпен қозғалады. Жіптің керілу күшін табыңыз. Бізге ең әуелі общий үдеуді табу керек болады. F тең м 18 ньютон күш, ал массалардың қосындысы бізде демек 9 кг болады. Екеуінің үдеуін табу керек. Бұнда үдеу бізде болады 2-ге тең. Енді 17 ньютон күштің әсерінен горизонталь бетпен қозғалады. Жіптің керілу күшін табыңыз. Бұл екі бізде байланған екі дене бір-бірінен керіледі ғой, яғни арасындағы жіп. Біреуі 3 кг, біреуі 6 кг. Және оның керілуін табу үшін бізде нақты масса дельтаны табу керек. Сонда 6-тан 3 айтамыз, 6-тан 3 айтсақ, ол бізде 3 болады. Бізде жіптің керілу күшін табу үшін сонда F тең м қайтадан қойсақ, 2 көбейтілген 3 тең 6 ньютон. Жауабы екен. Газ қоздырғыштан 200 джоуль жылу алып, ал 80 джоуль жұмыс атқаратын болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді? 200 джоуль алып, ал А жұмыс атқаратын болса, яғни 80 джоуль. 80 джоуль
200 bilen alay bolmaydy qo'shilma. Q teң UI деп формула. UI 200 болса, тең U плюс 80 болатын болса, U демек 120 джоуль болу керек қой. 120 джоуль. Контур арқылы өтетін магниттік ағын 0,08 веб бөлінген секунд жылдамдықпен өзгереді. Индукция FK'сы. Мында бізде FK-ның формуласы бар. Дельта F бөлінген дельта T. Бізде FK-ны сұрап тұрады. Бізде жалпы мынаны уже бізде беріп қойған ғой. Өйткені мына 0,08 веб бөлінген секунд астында бірде болуға болады егер уақытты бермейтін болса. Өйткені мында уже 0,08 вебер секундына, секунд астында тұратында 1 секунд. Демек осы жерде 0,08 шығып тұр ғой. Келесек бізде өте тар тесікке толқын ұзындығы 600 нанометр болатын монохроматты жарық түседі. Экран тесіктен 2 километр қашықтықта орналасқан, ал тесіктің ені 2 метр қашықтықта орналасқан, ал тесіктің ені 6 микрометр. Екінші дифракциялық максимум қандай болуы байқалады. Бізде мына формула бар, бірақ бізде бұл жерде былай берілген, оны слайд тапсақ болады. Оны біз былай табуға болады. Мынау 6 микрометр былай 6 минус 6 дәрежесі бөлінген 2 метр жазып аламыз. Көбейтілген синус альфа тең болады k бізде ол екінші ретте деп тұр. Екінші көбейтілген 600 нанометр ол оның минус 6 дәрежесі. Осы жерден біз синус табатын болсақ, синус альфа тең болады. Төбеде 2 600 көбейтілген оның минус 9 дәрежесі бөлінген астында 6 орнын минус 6 көбейтілген 2-ның 2-лер қысқарады, 6-лар қысқарып сөйлейік. Үстінде неше қалады? 100 көбейтілген оның минус 9. Жоқ, 2-лер мұнда көбейді екен ғой. Мұнда 2 көбейтілген болады. Мұнда оның минус 9 дәрежесін ұмытпайық. Мұнда 2-лер көбейтіледі 4, 6-лар қысқарады, мұнда 100 қалады, көбейтілген 100 көбейтілген. Оның минус 6 дәреже жоқ бірді, ана жақта минус 3 дәреже қалады. Оның минус 3 дәрежесі тең болады, сонда 400 оның минус 3 дәрежесі немесе бұл 0,04 қояр. Демек, синус альфа тең болады 0,04 немесе арк синус 0,04. Бізде ол бір жауап екен. Келесі себебіміз жарық сәулесі төбелік бұрышы 60 градус шыны призманың қырына түседі. Жарықтың түсу бұрышы 60 градус, ал шынының сынып көрсеткіші n текті бір астыры сәуленің призманың екінші қырынан шығу бұрышын анықтаңыз. n1 синус альфа, n2 синус бетаға салып көрсек. Призманың қырына түсіп тұр. Сенен бұл екінші бетінен шығады. Демек, вакуум бірінші кәдімгі ауадан түсіп тұр ғой. Бір деп алсақ, 60 градуспен түсіп тұр. Синус 60-та Т1 асты 3 бөлінген 2-де тең болады. Шынының сыны көрсеткіші Т1 асты 3 деп тұр. Сәуленің призманың екінші қырынан шығу бұрышын анықтаңыз деп тұр. Синус пункті. Сонда мынақта Т1 асты 3 қысқарып сөйлеуге болады. Демек синус бета тең болады 1 бөлінген 2 аяр. Немесе бұл неше градус болады? Тең 0,05 ол 6 градус, 6 градус. Жауап болып тұр ма? Келесі анықтаушы линзаның фокус ара қашықтығы 15 см, заттың бейнесі линзадан 30 см қашықтықта болу үшін затты қандай жерге керек орналастыру керек? Фокус ара қашықтығы f тең 15-ке. Мұнда біз мына формулаға салсамыз 1 бөлінген 15 тең 1 бөлінген мұнда затты қай жерге орналастыру керек деп тұрады, даны сұрап тұр. Минус 1 бөлінген мұнда 30-да. Осы жерден мұнда 30-дан одан 1-ден ортақ бөліп берсек, 1 бөлінген 15 тең болады 30-да. Мұнда 30, мұнда зам берілген 30 минус да. Сонда 30-да мына жаққа барады. 30-да бөлінген 15
тең болады 30 минус d-дан. Сонда қысқарады 1, 2. Сонда 2d қалай болып кетті өзі? 2d тең 30 минус d, иә? 3d тең 30, d тең 10 да? Жоқ. Қанша? Сәтті жерге орналастыру керек деп тұр. 1 бөлінген 15 тең 1 бөлінген f қосылған 1 бөлінген 30 десекші. Бөлінген 15 тең болады 30f. Мұнда 30 плюс f. Сонда 30f бөлінген 15 тең болады 30 плюс f. 2f тең болады 30 плюс f. Тең 30. Иә. 30 сантиметр. Міне осы жауап шығу керек. Біз жауаптың жауабы екен, 30 сантиметр азаматтар. Мына негізі мен шатасып кеттім. F емес d болу керек. Индукциясы 8 Тесла магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50 сантиметр сымнан 6 ампер ток күші өтіп жатыр. Сымға әсер ампер күші. Перпендикуляр 90 градус синус қосылымы 1-ге тең. Оны жайғанып бөлісеміз. Дел 8 көбейтілген 6 көбейтілген бізде 0,5. 48, 48 0,5 өтсек 26. Жауабы. Келесі есеп термоэлектрондық эмиссия құбылысының қандай физикалық процесс түсіндіреді? Атомдардың фотоннан сіңіруі жоқ. Электрондарды заттан жылудың әсеріне шығарылып, құбылған денелердің жарық шығаруы. Жарықтың ұсақ бөлшектерде шығарыштауы дейді. Бір жауабы бұл жерде. Негізі С жауабы да келеді меніңше. Скорее всего, бар, чем С. Так, иә. Мұнда бұл болу керек, өйткені бізде термо деп тұр ғой, жылуға байланысты. Демек, мұнда бізде жауаптарын қарадық, электрондардың заттан жылудың әсерінен шығаруы. Осы жауап болады. Келесі, металл толқын ұзындығындағы 250 нанометр жарықпен сәулеленеді. Осы металл үшін электрон шығу жұмысы 3,2 экранолог құрайды. Феталдар электрондардың максималды кинетикалық қосылатын. Эйнштейн формуласы секілді H-мю, жоқ, онда егер толқын болса H(S) бөлінген лямбда тең A плюс E. Енді осы жерден қоямыз. 663, 10-34 көбейтілген 3, 8 дәрежесі бөлінген толқын ұзындығы 250, 10-9 дәрежесі тең болады. Электрарға бөлікті айналдыруымыз керек. Олсын 3,2-ні 1-ге алып көбейтілген 10-19 дәрежесіне көбейтеміз. Осыған дейін. Осы жерден қазір есептеулер жүргізу керек. Так. Бізде 663 көбейтілген 3, оны білеміз 250-ге 0,795 так көбейтілген дәрежелер келді. Мынау -9 жоғарыға плюс соп барады. Мынау 17 дәреже болады. Сонда -34 айтылған кезде оның -17 дәрежесі болады. Тең 3,2-ні көбейтеміз 1,6-ға тең 5,12 көбейтілген оның -19 дәрежесі қосылған энергия. Осы жерден мынаны біз келтіріп алсақ, осын біз 2 рет қарып алу керек. Біз 0-ден 7-ден, сонда 2 түр жылжысақ 7-де 9-да 56 көбейтілген дәрежеге 2 дәреже қосылады. Оның -19 дәрежесі болады. Тең 5,12 көбейтілген оның -19-ды қосылған Е. Енді энергияны табу үшін жай ғана азайтып саламыз. Сонда 7,95-тен азайтамыз 5,12-ні тең болады 2,83. 2,83 оның -19 дәрежесі
Бірақ бұл бізде тек joule ғана болады. Бұны біз микронавольтпен бергендіктен жауаптан 1/6-ға бөлу керек боламыз. 1/6 минус 19 дәреже. Сонда минус 19 дәрежелерді қысқарады. Ал 2/83-ті біз 1/6-ға бөлсек шамамен 1/77 шығып тұр. Оны біз 1/8 деп жоқтап алсақ болады. Демек А жауабы болады екен. Келесі судың ішінде дыбыс толқынының жылдамдығы 1500 метр секунд, ал оның жиілігі 500 герц болса дыбыс толқынының ұзындығы. Лямбда тең S-ті немесе бізде жиілік қояйық. Лямбда тең с бөлінген В. Толқын ұзындығын сапса, оп-оңай. Мында В 1000 бөлеміз 500-ге тең 3 метр. Келесі есеп. Ғарыш кемесі жердегі бақылаушыға қатысты 0,6 жарық жылдамдығы жылдамдықпен қозғалуда. Кемеде 4 микросекундқа созылған тұйықталу процесі жүреді. Бұл процестің ұзақтығы жердегі бақылаушыға қанша уақыт деп тіркейді? Т тең 0 бұл арасында 1 минус v квадрат c квадрат формуласы еді. Осымен шарп көрсек. Демек 4 микросекунд деп тұрады. 4 оның минус 6 дәрежесі ғой, бөлінген. Мұнда 1 минус 0,6-ның квадратының сұрасып қоятын болсақ, 0,36 с квадрат бөлінген с квадрат бөлеміз. 4 бөлінген оның минус 6 дәрежесі бөлінген. Мұнда 1-ден 0,36-ның сақ 0,64, оны түбінен шығарсақ 0,8. 4 бөлінген 0,8 ол бізде 5 екен. 5 оның минус 6 дәрежесі секунд. Немесе 5 микросекунд. Жауап бізде С жауабы екен. Осы жерде бір қызықты факт айта кетсе болады. Неге? Өйткені бұл жерде Эйнштейннің салыстырмалылық теориясынан шыққан формуласы ғой. Осы Эйнштейннің осы бір формуласының арқасында, жалпы осы бір теориясының арқасында бізде GPS навигаторлар шыққан болатын. Неге? Өйткені біздің телефондарымыз біздің қай жерде орналасқанымызды сол ғарыштағы спутниктер арқылы анықтайды. Ал егер де осы бір Эйнштейннің салыстырмалық теориясы болмағанда, GPS бізге қате көрсетуші еді, соншама біраз километрге. Өйткені мұнда мысалы қараңыздар, кемеде 4 микросекундқа созылған тұйықталу процесі жүреді деп тұр. Ал дәл осы кезде жерде ол 5 микросекунд болып тұр ғой. Бұл процестің ұзақтығы жердегі бақылаушы қанша уақыт деп тіркейді. Яғни арасы 1 микросекунд болып тұр. Енді осы 1 микросекундтың өзі бізде қаншама километрлерді алып жатыр егер есептеп қарайтын болсақ. Келесі. Массасы 4 кг жүк горизонтал бетте орналасқан және 160 ньютон бөлінген метр қатаңдықтағы серпемен жалғанған дейді. Жүктің массасы 40 ньютон тұрақты күшпен тартылады, серпенің ұзарлығы қаншаға тең? Мұнда оп-оңай mg тең kx дей салсақ болады, меніңше. Сонда x-тен mg бөлінген k ғой. Масса бізде 4, суде 10 бөлінген қатаңдық 60. Нөлдер тастарады, 4 16 бөлшектер, мына жақта 4, 1 бөлінген 4, ол деген 0,25 метр. С жауабы. Келесі есеп. Радиостанция 120 мегагерц жиілікте сигнал жібереді. Бұл сигналдың толқын ұзындығы қаншаға тең? Лямбда тең жиілік болса, мұнда S бөлінген жиілік 3,8 дәрежесі бөлінген. Мұнда 120 оның 6 дәрежесі. Так, біз 3-ті 120-ға бөлсек 0,25. Оның 6 дәрежесі мен 18 дәрежесі қарады, оның 2 дәрежесі болады. 0,25-ті оның квадратына өйтсек, 2,5 шығады екен. 2,5 метр, яғни лямбда тең 2,5 метр. Бізде Б жауабы. Келесі есеп. Тербелмелі контур 3 милли Генри индуктивтілігі бар катушкадан және 400 пикофарад ебдылығы бар конденсаторда тұрады. Осы контурдағы электромагнит тербелістердің толқын формуласы 2π арасында LC тең 628 көбейтілген арасында индуктивтілік 3 минус 3 дәрежесі көбейтілген 410 минус 12 дәрежесі. Енді 628 көбейтілген так. Қалай сесек болады? 3-ті 400-ге көбейтейге
Мұны 200 екен. Оны көбейтейік 0,001-ге, яғни минус жерге қысқартсақ, 1-2-ні біз түбірден шығарсақ, 1,09 екен. Ал оның минус 12 дәрежесі, оның минус 6 дәрежесі шығады. Тең, сонда 1,8 көбейтеміз 1,09-ға тең 6,87 дейді. 6,87,9. 6,87,9 деген оның минус 6 дәрежесі секунд. Немесе 6,87 микросекунд. Бізде ең жақын жауап бұл жауап екен. Келесі, күміс хлориді ерітіндісінде 2,5 ампер ток күшімен 40 минут бойы электролиз жүргізіледі. Бөлінген күмістің массасы. Масса тең бізде молярлық масса көбейтілген ток күші көбейтілген уақыт бөлінген n көбейтілген f деген формулалар. Формулаға салып көрейік. 63,5 минус 3 дәрежесі көбейтілген 2,5 көбейтілген 40 минут, оның секунд болса 60 бөлінген n бізге 2, осында 96,500. Осы жерде түсіне есептейік. Бірінші 63,5-ті көбейтеміз 2,5 көбейтеміз 40-қа көбейтеміз 60-қа. Және ана 3 дәрежеден құтылайық. 3 дәрежеден сонда бізде үстінде 381 шығады екен. Астында көбейтілген 96,500 ол бізде 193 мыңға. 193 мың. Сонда 381-ді біз 193 мыңға бөлген кезде 0,0019 килограмм, немесе бұны мыңға көбейтсек 1,9 грамм болады екен. Мұнда шамамен 2 грамм деген жауап бар екен. Жауабы. Екі конденсатор сыйымдылықтары 8 микрофарад және 4 микрофарад 250 вольт кернеу көзіне параллель қосылған. Жүйенің энергиясын табыңыз. Параллель қосылған кезде бізде сыйымдылықтар просто қосылады. С1, С2. Мұнда С тең 8 қосу 4 тең 12 микрофарад. Ал энергияны табу үшін біз егер кернеу мен сыйымдылық берсе, онда су квадрат бөлінген 2 нүктесі болады. Сонда 12 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі көбейтілген 250-дің квадраты бөлінген 2. 250-дің квадраты көбейтілген 12 көбейтілген 0,001 375 екен. 375 джоуль. С жауабы. Келесі, сыртқы ортамен жылулық оқшауланған ыдыста массасы 2,5 килограмм, температурасы 25, және массасы 1,2 килограмм, температурасы 300 градусқа дейін қызудағы алюминий шариктер салынады. Алюминий судың температурасы не салқындағаны суға қанша жыл беріледі. Бізде мына формуланы пайдалану керекпіз. Бұл жерде тета минус ТД тең масса Д сыйымдылығы масса 2. Тета минус Біздің ортақ температураны табу керек. Так, 2,5 көбейтілген суды көтеріп тұрмын 200. Тета минус судың температурасы 25 тұрмын. Екінші массасы бізде алюминийдікі 1,2, сыйымдылығы 900. Оның бізде температурасы 300 минус тета. Мұнда 2,5 көбейтеміз 4200-ге. 10500 екен. 10500 тета минус 25 тең. Мұнда 1080-е 300 минус тета. Біз 10500-ді 1080-ге бөліп жібере салайық. 972 тета минус 25 тең 300 минус тета. Жасаны жіберсек 972 тета минус 243 тең 300 минус тета. Енді тетаны жаққа қарай өткізсек, бізде 10-72 тета тең 543. Онда тета тең болады 543-ге 20-6 екен. Енді біз қанша жылу мөлшері берілгенін анықтау үшін жылуды
Q тең mc тасқа ішіне дельта т осы формуланы алып береміз. Сонда егер біз 2,5-ді алатын болсақ, бірінші суды көбейтілген 4200, су бізде 50,6-дан азайтамыз 25-те. Осы кезде бізде 2,5 көбейтілген 4200, 10500 еді. 10500-де көбейтеміз 25-ті алуға. Шамамен 268.800 жауабы шығады екен. Суға одан қанша жыл беріледі демек, осы жауап болып тұр. Бізде Б жауабы 270 мың жақын. Келесі есеп: жүкпен бірге жалпы массасы 600 кг болатын лифттік жоғары қарай 1,5 метр секунд квадрат көлеммен көтеріледі. Бұл кезде лифт қозғалтқышының максималды қуаты 15 киловаттқа тең. Лифт қандай максималды жылдамдықпен қозғала алады? Бізде мынандай қуаттың формуласы бар. А тең П тең аты ғой. Немесе аны біз F көбейтілген F бөлінген S деп болса, F бөлінген S қой, жоқ F көбейтілген S. Жұмыстың разы формуласы осындай мені, F косинус альфа, жоқ, басқа қуаттың формуласы қанша бұрын қой. Жұмыс бөлінген Т. Енді осы жерден бізде А ол бізде F көбейтілген S-ке тең, яғни күшпен жүрілген жол бөлінген Т. Сонда мына екеуі бізде жылдамдықты береді, F бар деп болсақ. Ал F дегеніміз ол өз кезегінде бізде mg-ді береді, демек mg-в. Бізде бірақ оның үстіне үдеу бар. Оны да ескеру керек. Еще лифт бізде жоғары қарай болса, онда m басқа ішінде g плюс a көбейтілген жылдамдық болады. Енді осы формуланы алып көретін болсақ, мынау қуат. Импульс емес, шатастырмайық. 15/3 дәрежесі тең болады масса 600, басқа ішінде g10 қосылған үдеу 1,5 көбейтілген, бізге оны табу керек. Енді 15.000-ді бөліп 600-ге 25 тең болады 11,5 болады, екен қосылған 11,5 бар. Оны біз табу үшін 25-ті бөлеміз 11,5-ге. Шамамен 2,17 метр секунд болады екен. Ондай бізде А жауабы келіп тұр. Келесі бізде комплекс есеп екен. Си жүйесінде 1 макс дейді. Біз комплексті оқымай қойып, уақыт алмай. 6 макс жылдамдық, мақта жазылып тұр. 6 макс тең болады 7350-ге. Ал 1 макс қаншаға тең сонда? Пропорция ғой бәріне. X тексінде X тең 7350-ді бөлеміз 6-ға. 1225 бұл километр сағат. Енді осы 1225-ті біз секундпен алдыру үшін 13-6-ға бөліп жіберейік. Шамамен 340 шығады екен. 340 метр секунд. С жауабы. Келесі, осы биіктіктегі аппараттың потенциалдық энергиясы 24 километр биіктікте дейді. Так, етсен массасы оның 50 тонна, 50 оның күш дәрежесі көбейтілген 10 көбейтілген H 24 километр ал дегеніміз 24 килоның күш дәрежесі тең бізде 50 көбейтілген 10 көбейтілген 24-те 12 оның үш дәрежесі, мұнда 10-ның үш дәрежесі, 10-ның үш дәрежесі қалып қойды. Сонда 12 10-ның 9 дәрежесі болып тұр ғой. 9 дәреже ол бізде гига. Демек 12 гига жауабы. Бұл жауабы. Келесі, максималды жылдамдыққа ие болған кездегі аппараттың толық механикалық энергиясы. Бізде толық механикалық энергияны табу үшін потенциалдық пен кинетикалықты қосу керек. Біз бірінші кинетикалықты тауып алатын болсақ, потенциалдықты жаңа таптық, 12 гига болды. Кинетикалық энергияны табу үшін бізге массасы керек болады 50 тонна. Оның үш дәрежесі көбейтілген максималды жылдамдығы керек болып, яғни 7350 км/сағат. Оны біз метр секундпен алдыратын болсақ,
2041 квадраты мында демек бөлінген 2 тең. Так, 2041-ді квадрат қоссақ 4.165.681, оны біз былай ала салайықшы. Мысалы мында 50 оның 3 дәрежесі болса, жоқ, даже 2 бөліп тастайық сразу мында астындағы 50-ді. Сонда 25 болсын. 25 оның 3 дәрежесі, бөлімде ештеңе қалмады. Мында 4.165.681 болса, оны біз 4/165 оның 6 дәрежесі салайық. Сонда біз 25-ті көбейтеміз 4/165-ге, тең болады 104 көбейтілген оның 9 дәрежесі, немесе 104 гига. 104 гига. Сонда потенциалдық энергия бізде жаңа 12 шықты, қосылған 104 гига тең болады 116 гига джоуль. Сонда келесі гипердыбысы жылдамдықтарға үлкен биіктіктерде жетудің негізгі басты себебі дейді. Биіктікте қозғалысқа кедергі келтірмейтін бос кеңістік бар. Жоқ, биіктікте бізде ауа бар. Ауаның тарапынан әрқайда шамда кедергі болады. Биіктікте ауа температурасы төменірек. Жоқ, бұның да әсері жоқ. Биіктікте атмосфераның тығыздығы төмен. Негізі осы жауап. Өйткені қаншалықты тығыздық аз болған сайын жылдам қозғалуға болады ғой. Мысалы, елестетіңіз, сіз бір автобустасыз, адам толып тұр делік, тығыз. Аялдамадан түсу үшін сіз автобустың соңынан ортасынан жүрген кезде қиналасыз, өйткені тығыз, жылдамдығыңыз аз болады. Ал егер адамдар жоқ болса, мүлде немесе аз болса, сіз тезірек автобустан шығып кете аласыз. Сол секілді мына жерде де тура сондай жағдай, яғни биіктікте атмосфераның тығыздығы бізде төмен болады. Келесі релятивистік әсерден аппараттың массасы қанша пайызға артады? Мұнда біз енді белгілеуге тиістік деп тұр. Былай жасайық. Масс тең М0 ғой. М0 понятно ғой, бізде 50 тонна екен. 50 тоннаны жазып қояйық. 50 оның 3 дәрежесін бөлінген төбір астында 1 минус релятивистік әсерден аппараттың массасы қанша пайызға артады? Максималды жылдамдығын жасайғанда, 7350-ді біз метр секундқа жазсақ. 2041 болды ғой, в квадрат еді ғой, соны квадраттаған кезде біз 2041-ді біз квадраттадық, ол бізде 4/165 оның 6 дәрежесі болды. Астында с квадрат дегеніміз ол 3/8 дәрежесінің квадраты. Жоқ, в квадрат бөлінген с квадрат 9. Сағына квадратталу керек қонысы. Квадраттасақ 16 дәреже. Бірінші осы шығарып көрейікші. Релятивистік әсерден аппараттың массасы қанша пайызға артады? Сонда 4/165-ті бөлеміз 3-ге. 1/38 турнасын бірінші жағы бөлек 1 минус 1/38 бөлінген оның минус 2 дәрежесі. 1/38 көтеріліп 0,01-ге 0,0138 минус 0,0138. Мына жерде түбірдің ішінен бізде 0,098-де 68 шығады екен. Оны түбірден шығарсақ 99 дейді. 0,99. 99-3. Сонда 50-ді оның 3 дәрежесін бөлеміз осыған. Жоқ. Квадратқа бөлесек. Өйткені бізде формулада квадратта. Сондықтан мұнда 4/16 оның 6 дәрежесі астында бізде с квадрат ол бізде 9 көбейтілген оның 16 дәрежесі көбейтілді. Сонда осы жерден 4 бөлінген оның 4/16-ны бөлеміз 9-ға.
Tüгүл ішінде 1 минус 46 бөлген 10-ның минус 10 дәрежесіне саған. Максималды жылдамдығы ол 6 мак жылдамдыққа жетуге қабілетті. Аха. Сонда турнасында 1 минус мында мәссаған 46 10 минус 10 дәрежесі дейтін ол дейді почти 0 болып кетпей ма негізі? Тек өзгермейтін болып тұр ғой. 0 шатын секілді негізі бәрібір. Релятивистік әсерден аппараттың массасы қанша пайызға артады? Қанша пайызға артады? Негізі жоқта болғанда 0 болу керек. Өйткені мына санды шығару деген ол қиын. Бәрібір жаңа өте кішкентай сан, оны бірден азайтқан кезде шамамен 0,99-да бірдеме шығады. 0,99, 8, 7, 6 деген секілді. Оны мұнда қоятын болсақ, 50-ның 3 дәрежесі бөлінген 0,99. 50-ді біз сол санға бөлетін болсақ 0,099. Почти ештеңе өзгермейді. Массасы осылай қала береді. Просто там 50 тұр 0,005 3 деген секілді болады. Ол почти что 0 ғой. Да, жауабы болады екен. Массасы 5 кг шарик, биіктігі 3 метр тегіс төбешіктің шыңынан бастапқы жылдамдықсыз қозғала бастайды. Төменде ұзындығы 5 метр горизонталь жазықтан кейін 600 ньютон бөлінген метр қатаңдықтағы серіктегі созылып, оны 40 сантиметрге созады. Бірінші созайықшы. Какой-то бір 3 метр биіктікте бір шарик тұр. Сондай 5 кг. Ол төмен қарай сырғиып тағына, сосын кішкене тағы жол жүреді де, мұнда оралып тұрған серіппеге барып соғысады. 5 килограмм. 5 килограмм. Так, төменде ұзындығы 5 метр горизонталь. Жазықтан кейін. Сонда мына жақтардың бәрі 5 метр болып тұр. Серіппеге барып созылады дейді. Серіппені ол сосын мына жаққа қарай 40 сантиметрге сығады екен. Осы жерде бізде бірінші үйкеліс коэффициентін сұрап тұр. Енді мына жерде үйкелетін анық, өйткені мынау тегіс жол емес, кез келген бір жазықта үйкеліс күші бар. Оны табу үшін біз бүйтеміз. Бастапқыда ол бізде mgh биіктікте тұрды ғой, какой-то сен оның энергиясы қайда кетті? Біріншіден мына жолдағы үйкеліс алып қойды. Mu mgl қосылған соңында бізде ол потенциалдық энергия бар, яғни kx квадрат ол сығылды ғой, kx квадрат бөлінген. Енді осы жерден қойсақ, мынау үйкелісті табуға болады, коэффициентін. Көрейік, массасы 5 көбейтілген 10, биіктігі алғашқыда 3 болады, тең коэффициенті көбейтілген 5 көбейтілген 10 көбейтілген жер өткен жол 5 қосылған қатаңдық 600 көбейтілген 0,4-тің квадраты бөлінген 2. Мына жақта 150 тең болады mu көбейтілген 250, 25 10 қосылған 0,4-тің квадраты көбейтілген 600 бөлінген 2 ол тең 48-ге. Енді 150-ден 48 азайтамыз. 102, ал мюді 102-ні 250-ге бөлсек, тең болады неше? Шамамен 0,4 шығады екен. Демек, жауабы болады. Енді жоғалған энергияның бөлігін тауып жеттік. Жоғалған энергияның бөлігін табу үшін біз мына общий нені қайсы болады? Басындағы бастапқы энергияны бөлеміз сынаған 48-ге, соңындағы потенциалдық энергия. Сонда қалай болады ол? Энергияның бөлігін табу үшін n тең a бөлінген e соңындағы энергияны ішіне. 48-ді бөлеміз 150-ге. 48 бөлінген 150-ге шамамен 0 шығымы 0,32 дейді. 0,32 немесе 0,3 G жауабы. Да, G.
Келесі ұзындығы 60 см болатын ішек екі шетінен бекітілген және оның бойында тұрақты толқын қалыптасады. Ішектегі толқынның таралу жылдамдығы. Бұл жерде бір формула бар еді. Қателеспесем, қояды. Так, жиілік бөлінген 2L, что ли? F-тен V бөлінген 2L. 2L салынады. N1 қойшы бізде. N1. Оны да ескеру керек. Ал 4-те ол уже басқаша болады. Так, сонда жиілікті біз тапқан кезде 360-ты бөлеміз 2 көбейтілген 0,6-ға. 360-ты бөлеміз 1-де 2-ге жауап. 300 шығады. 300 Гц. 300 Гц. Енді біз неге бұл формуланы пайдаландық? Өйткені бізде, во-первых, ұзындық берілген, и ол ішек екі шетінен бекітілген деп тұр. Сондықтан бізде астында 2L болады. Тұрақты толқын қалыптасады және ішектегі толқынның таралу жылдамдығы. Осы бір ішек арқылы осындай V жылдамдықпен таралады. Сол арқылы біз жиілікті табамыз. Сонда бізде n тең 1 болған жағдайда 300-ге тең. Ал егер 4-еу болса саны, онда біз жай ғана осы 300-ді 4-ге көбейте саламыз. 1200 Гц. Жауабы. Келесі есеп. Так, мен санын оқымай қойын. Жұмыс бетіне кванттық энергиясы 4,5 электронвольт жарық түскен кезде электрондардың максималды кинетикалық энергиясы. Так, 4-те 7, 4,5. Бұл жерде қателеспесем, бірінші 4-те 7 минус 4-те 5 болған кезде ол 0-ге тең болу керек. Так, 0,2 ғой негізі. Мыс үшін электрондық шығу жұмысы 4 электронвольт құрайды. Төменде берген формуласын білдік. H-mu тең A плюс E, иә. Енді бізде электронның шығу жұмысы 4-те 7 деп тұр. Так, шығу жұмысы 4-те 7. Төменде берілген жарық түрлерімен сәйкесленген кезде электрондардың максималды кинетикалық энергиясының мәндерімен сәйкестікті орнатыңыз. Мыс бетіне кванттық энергиясы 4,5 микровольт болатын жарық түскен кезде электрондардың максималды кинетикалық энергиясы 4-те 5 мұнда. Плюс N, осы N сұрап тұр ғой. Енді қазір мынау 4-те 7-ні біз мұнда өткізсек, минус болып кетеді. 4-те 7 тең. E тең минус 0,2 микровольт. Ал теоретически бұл ондай болмайды. Демек, минусқа кетті десе, онда ол түскен жарық фотонды, электронды бізде жұтып алды деген сөз. Демек, бұл 0-ге тең болады. Соответственно, жауабы А болады. Екінші жағдайда мыс бетіне кванттық энергиясы 7 экранвольт болатын жарық түскен кезде электрондардың максималды кинетикалық энергиясы. Енді мұны 4,5-ның орнына 7 қоямыз. Сонда 7 тең 4-те 7 плюс кинетикалық. Мұнда уже 7-ден 4-те 7-ні азайтсақ, бізде 2-де 3 шығады. Бұл жерде уже бізде максималды кинетикалық энергиясы табылып тұр еткені, бұл кезде жұтылмайды жарық. Демек, F жауабы болады. Келесі есебіміз. Бастапқы жылдамдығы 8 метр секунд болатын мотоцикл 3 метр секунд квадрат үдемемен қозғалады. Оның 4 секундтан кейінгі жылдамдығы. Бастапқы жылдамдығы 0 тең 8, үдеу тең 3. Бұлар тең 0 плюс 6, болмаса саламыз. 8 қосылған 3 көбейтілген 4 тең 12, 12-ні 8 қосып 20. 6 секундтан кейін болса, онда 8 қосылған 3 көбейтілген 6. Сонда 18, осында 8 болса 26. Жауабы. Келесі есеп. Идеал бір атомды газ изотермалық түрде кеңейіп, қыздырғыштан 300 джоуль жылу алады. Осы процесте газдың жүрісі. Так, 300 джоуль жылу алса, бізде изотермалық процесте ішкі энергия 0-ге тең, ал Q бізде А-ға тең. А-ға тең. Сонда, егер оның жұмысын тапқымыз келсе, біз білеміз, что ол 300 джоуль жылу алады қыздырғыштан осыдан. Демек, бізде ол 300-ге тең болып тұр ғой сонда. Егер 300 болса, онда жұмыс тоже 300-ге тең болады. Бір жауабы болады. Осы процесте газдың ішкі энергиясын өзгерсін. Ішкі энергия ол бізде 0-ге тең болады еткені, бізде изотермалық процесте ішкі энергия үнемі 0-ге тең болады.
келесі диаметрі 12 сантиметрден 6 сантиметрге дейін кемитін құбырмен су ағуда. Құбырдың кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 3 метр секунд, тар бөліктегі судың жылдамдығын және кең мен тар бөліктердегі қысым айырмасын табыңыз дейді. Біз мына шексіздік формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде S1 V1 тең S2 V2 деген, осы жерден бізде ауданды бермеген, ауданды табу үшін біз диаметр мен пиді квадрат бөлінген 4 көбейтілген V1 тең болады пиді квадрат бөлінген 4 тең V2. Осы жерде пилар қысқартып жіберсек болады, 4 қысқартып жіберсек болады. Біріншісінің диаметрі бізде 12 сантиметр, ол 0,2-нің квадраты көбейтілген біріншісінің жылдамдығы, яғни кең бөлігіндегі жылдамдығы ол 3 тең болады, тар бөлігіндегі 0,06-ның квадраты көбейтілген V. Осыған сұрап тұр бірінші. Так, ол үшін біз бірінші 0,12-нің квадратын көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 0,06, бөлеміз 0,06-я тең болады екен 12-ге. 12 метр секунд. Так, біз жылдамдықты таптық. Бір жауабы. Келесі бізге қысымды табу үшін бізде формула бар еді ғой, жалпы қысымның. P1 қосылған ρ1 квадрат бөлінген 2 тең болады P2 плюс ρ1 ρ2 квадрат 2. Ал дельта пиді тауып тұр, бізде қысымның айырмасын деп тұр. Демек бізде дельта пи сұрап тұр ғой. Осы екеуін бір-бірінен азайту керек. Дельта пи тең P1 минус P2 тең. Так, мұнда біз азайтсақ 10-15 дәрежесі оның әрқайсысында. Осының азайтындысы. Яғни сонда жоқ. Қате. Былай деп тұр ғой. P1 минус P2 тең болады ρ2 V2-нің квадраты бөлінген 2 минус ρ1 V1-дің квадраты бөлінген 2. Деген сөз дельта P как раз таки. Енді осы жерде дельта P тең болады маған. Біз судың тығыздығы екі жағдайда бірдей болғаннан кейін жасанды сырттан шығарып жіберсек болады. ρ бөлінген 2 дегенді ше. Сонда ол 500.000 бөлінген 2 болады ғой, жарайды. Шашаның ішінде V квадраттар болады. V2 квадрат минус V1 квадрат. 1000 дейікке бөлсек 500 көбейтілген. Біріншісінің жылдамдығы, соңғы жылдамдық бізде 12, оның квадраты 144 минус жылдамдық 3, оның квадраты 9. Сонда 144 минус 9 көбейтілген 500 болады. Ол бізде 67500 екен. Немесе 67-те 5 килопаскаль. Килопаскаль ол бізде де жауап болады екен. Келесі есеп, массасы 3 кг шарик тегіс горизонталь бетпен 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып, массасы 6 кг тыныштықтағы шарикпен серпінді соқтығысады. Соқтығысудан кейін екі шардың жылдамдықтарын табыңыз. Бірінші шардың жылдамдығын табу үшін біз V1 тең 2 массаның азайтындысы қосылған бөлінген, точнее 2 массаның қосындысы. Неге айтылған? Өйткені бірінші шар ол соқтығысады, жылдамдықтан кеп артқа қарай шегініп кетеді. Көбейтілген сол шардың жылдамдығы жаңағы 10 метр секунд. Енді табу үшін бастап тұрмын. V1 тең сонда 3 минус 6 3 плюс 6 көбейтілген 10. Минус 3 бөлінген 9 көбейтілген 10. Ол бізде шамамен минус 3-тен 1 көбейтілген 10. 10-ды бөлеміз 3-ке. Минус 3,33. Варианттарды қарасақ, бізде ең жақыны минус 4 болып тұр. Сондықтан А жауабы. Енді жуықтап аламыз деп асыра сілтеп жібердік, әрине, бірақ осы ғана жауап келіп тұр. Енді келесі жылдамдығын табу үшін біз мынандай формуланы пайдаланамыз. V2 тең бұл жерде 2n1 деген түсінде болады, ал осында n1 қосылған n2 болады. Көбейтілген P1. Осыған салсақ, мұнда 2 көбейтілген алғашқы масса 3, астында 3 қосылған 6 көбейтілген 10. Сонда мұнда 6 болса, 19-ға бөлсек 0,66, 10-ға көбейтсек 6,67. Бізде ең жағын жауап немесе 5, немесе 8. Скорее 8, өйткені 5 пен 6,67-нің арасы 1,67, ал 8 пен 2-нің арасы 1,33 қой. Сондықтан ең азын таңдағандықтан біз 8 аламыз. Келесі есеп,
екі жазық параллель конденсатор бірдей сыйымдылыққа ие және тізбектей қосылып 800 вольт кернеу көзіне жалғанған. Толық сарапталғаннан кейін бір конденсатордан диэлектрик алынып тасталды. Нәтижесінде оның сыйымдылығы 2 есе азаяды. Әр конденсатордағы жаңа кернеуді анықтаңыз. Конденсаторларда бізде тізбектей жалғанған кезде мынау бізде тең болады емес пе, де? Жоқ, точнее, у тең болады. Q1 тең, жоқ, қателесіп тұрмын, даже у емес, бізде Q тең болады. Q1 тең Q2 тең секілді. Бізде Q-дің формуласы бар, Q тең S U деген, осы жерден біз U-ды тауып алсақ болды, U тең Q бөлінген S деп. Енді сыйымдылығы 2 есе азайды деп тұр. Басында бізде ол U бөлінген U тең Q бөлінген S болды. Так, біз достигли лимита штриха дейді. Біз мынаны мөлшер жасайық. Лимит бітіп жатыр дейміз. Мөлшер жасайық. Осы жерде біз Q бөлінген S, енді ал U бір ғой. Q1 сыры. Екінші жағдайда бізде сыйымдылығы 2 есе азайған деп тұр. 2 есе азайса, астындағы 2 отырады, ол тең үстіне кетіп қалады. Бөлінген S. Сонда әр конденсатордағы жаңа кернеуді табыңыз деп тұр. Мына конденсатордағы және мына конденсатордағы. Бірінші жағдайда бізде ол просто U болып тұр. Екінші жағдайда 2 U болып тұр ғой, өйткені бір-бірінен U мен 2 тура қарап тұрсын. Сонда 2 U қосылған U тең общий бізде 800 болып басында. 800 деп алсақ, сонда 3 кернеу 3 U тең болады 800. U тең 800-ді 3-ке бөлсек, бізде 267 шығады екен. Енді осыны апарып орнына қойсақ, сонда 267-ні 2-ге бөлсек 534. Мұнда 267 болып тұр. Екеуінің қосындысы бізде 800-де береді ғой. 267. Екеуінің қосындысын 533 қойна берейін. Екеуінің қосындысы 800 беріп тұр ма, беріп тұр. Демек, осылай жауаптарды іздейміз. Ең жақыны бізде 300 вольт. Мәссаған, қайта шықты ғой. Жарайды, мұндағысын өшіріп тастайық. Так, сонда 267-ге мынау жақын, 533-ке бізде осы вариант жақын болып тұр ғой. Б және Д жауаптары. Келесі. Суреттегі сұлбада екі бірдей шамдар көрсетілгенде топ көзіне жалғанған. Егер кілтті жабатын болса, онда екі шам үшін бірдей болатын шамалар. Кернеу жоқ, өйткені мына кілтті жапқан кезде мұнда топ болмайды. Ол жоқ жерде бізде кернеу жоқ. Кедергі. Ол екі шам бір жүйеде орналасқаннан кейін екеуінде де бізде тең болады кедергілері. Топ күші жоқ. Ол мына шамға кетіп қалады. Бұл болмайды. Бөлінетін жылу болмайды. Қуат болмайды. Келтірген нұсқалардың бәрі екі шам үшін болмайды. Жоқ. Тек қана Б жауабы. Кедергі. Және біздің соңғы есебіміз жылу машинасы қыздырғышын 600 жоуль энергия алады және 180 жоуль пайдалы жұмыс атқарады. Оның пәкі қаншаға тең? Пәктің формуласын былай таба саламыз. Біздер жұмысқа бөлінген Q1 бөлінген 100%. Осы жерден біз бізде 180-ге тең бе, жазылайыншы шынында. Пәк тең 180 бөлінген 600 бөлінген 100%. 180-ді бөлеміз 600-ге 0,3. Оны 100%-ға бөлсек 30%. Сонда Д жауап шығады екен. Және оны коэффициентпен алсақ 0,3 А жауап шығады. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің келесі бір есеп шығарымыз нұсқа талдауымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін қарап, сіздер салып тыңдағандарыңызға, есеп шығарғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.